Құрметті білім алушылар, көркем шығарманы талдау және көшіру пәнінің 6-шы дәрісіне келдік. 17-18 ғасырдағы сәулеттік пейзаждағы перспектива заңдылықтары және кулистік саздалдық бейнелер. Жоспары 17-18 ғасырдағы сәулеттік пейзаждың орны мен маңызы, сәулеттік пейзаждың дербес жанр ретінде қалыптасуы. 17-18 ғасырдағы сәулеттік пейзаждың даму ерекшеліктері. Сызықтық перспектива, ауа және көлемдік перспектива, кулистік композицияның маңызы, кеңістіктегі қабаттарға бөлу, алдыңғы, ортаңғы және артқы жоспарлар, жарық пен көлеңке, түстік үйлесім және атмосфера. 17-18 ғасырда Европада бейнелеу өнерінің дамуына ерекше кезең болды. Бұл уақыт сәулеттік пейзаж өнерінің маңызды бағыттарының біріне айналды. Қалалардың өсуі, сауда мен мәдениеттің дамуы, суретшілердің назарын қалалық кеңістікке, сарайлар мен қоғамдық ғимараттарға аударды. Сәулеттік пейзаж арқылы суретшілер белгілі бір қаланың келбетін, оның әлеуметтік және мәдени өмірін көрсетті. Сәулеттік пейзаж тек көркемдік мақсатта ғана емес, сонымен қатар танымдық қызмет атқарды. Ол тарихи ғимараттарды, көшелерді, алаңдарды құжаттық дәлдікпен бейнелеуге мүмкіндік берді. Перспектива заңдылықтарын қолдану, кеңістікті шынайы етіп көрсетіп, архитектуралық нысандардың монументалдылығын күшейтті. Сондықтан сәулеттік пейзаж 17 және 18 ғасырдың өнерінде көрермендегі нақты кезеңдерді белгілеп берді. Сәулеттік пейзаж, сәулет нысандарының басты рөл атқаратын пейзаж түрі. Бұл жанрда ғимараттар мен сарайлар, храмдар мен көпірлер, қалалық алаңдар, қоршаған ортамен үйлесімді бейнеленуі, табиғат элементтері көбінесе қосымша қызмет атқарып, архитектураның көлемі мен құрылымдың айқындауға көмектеседі. Төмендегі суреттерде типтік пейзаждар 18-ші ғасырда қала көріністерін дәл көрсетуге бағытталған. Бетута деп аталады. Австрия астанасы Вена көрінісі сәулет пен перспектива заңдылықтарын көркем тілмен көрсетілген мысал. Италияның түрлі қалаларындағы ғимараттар мен каналдар, қалалық орта мен сәулеттік үйлесім. Бұл жұмыстарда перспектива, алдыңғы және артыңғы жоспарлар нақты көрініп тұрады. Көлем мен тереңдік сезім береді. Құрметті білім алушылар, төмендегі суретте осы пейзаждық, сәулеттік пейзаждық кескіндемелер нақты да әрі шынайы перспективалық бағытта салынған картиналар деп атауымызға болады. Бұл тек қана осы картиналармен ғана шектелмей, бұл барлық суретшілердің еңбектерінде осы сәулеттік пейзаждар көптеп орын алған. Барокко және классицизм дәуірінде 17 және 18 ғасырлар Батыс Европа өнерінде ерекше тарихи кезең болды. Бұл уақыт нақты тарихи стильдер барокко мен классицизм үстемдік етуі кезеңі. 17-18 ғасырлар дәуірінде өнерде кеңістікке деген қызығушылық айқын көрінді. Суретшілер ғимараттар мен пейзаждарды кеңістікпен байланыстыра отырып бейнелеуге тырысты. Перспектива заңдылықтары, сызықтық және ауа перспективасы кеңістіктің тереңдігін көрсетуге мүмкіндік берді. Бұл көркемдік тәсіл суретшілердің пейзаждарды шынайы және әрі кеңістікті сезіндіреді етіп жасалынды. Италияның жетекші орталықтары 17 және 18 ғасырда Италияда сәулеттік пейзаж өнерінің ең маңызды орталығы болды. Ренессанс дәуірінің басталған перспектива және кеңістікке деген қызығушылық Италияда ерекше дамыды. Венеция, Рим сияқты қалаларда суретшілер табиғи әрі сәулеттік пейзаждың көркем көріністерін ұсынды. Бетута жанры, бетута итальянша көрініс деген мағынаны білдіреді. Бұл жанр сәулеттік пейзаждың нақты әрі егжей-тегжейлі бейнеленуін білдіреді. Бұл жанрда қалалар мен сәулет нысандары тарихи дәлдікпен суреттеледі. Бетута кескіндемесі көрерменге кеңістіктің шынайы сезім берді.
Бетута жанрындағы қала көріністері. Қалалық орта басты кейіпкер болды. Алаңдар, сарайлар, көпірлер, каналдар. Суретшілер әр ғимараттың сәулет ерекшеліктерін, көлемін дәл көрсетуге тырысты. Бұл жанрда архитектураның монументалдығы мен қаланың жалпы атмосферасын үйлесімді берді деуімізге нақты болады. Бернатто Беттулоның Вена көрінісі. Бұл картинада қаланың сәулеттік құрылымы мен кеңістікті нақыс көрсетілген. Кулистік композиция арқылы алдыңғы, ортаңғы және артқы жоспарлар айқын бөлінген. Жарық пен көлеңке пейзажға өмірлік динамика мен тереңдік береді. Бұл туынды сәулеттік пейзаж жанрының шеберлікпен орындалған мысалы ретінде бағаланады. Перспектива заңдылықтары сақталып, сызықтар көкжиек нүктесінде біріктіріліп, көлемді әсер туғызады. Италиядағы сәулеттік пейзаждың дамуы Бетута жанрының қалыптасуымен байланысты. Бұл жанр кескіндеме мен графикадағы кеңістікті көрсету шеберлігінің жоғары деңгейін көрсетті. Және 17-18 ғасырда өнерде сәулеттік пейзаждың нақты және негізгі үлгісі ретінде қолданылды. 17-18 ғасыр сәулеттік пейзажда перспектива. Бұл кезеңдердегі пейзаж және сәулеттік бейнелеуде сызықтық перспектива кеңінен қолданылды. Суретшілер кеңістіктегі ғимараттарды, көшелерді, архитектураны шынайы түрде көрсету үшін көз деңгейі, жоғалу нүктесін, көкжиек сызығын пайдаланды. Бұл тәсір әсіресе Бетута қала көрінісі және капричто архитектуралық қиял сияқты жанрларда өз көрінісін тапты. Және де бұл екі жанрда өзінің өз кезеңінде және әлі күнгі кезеңге дейін нақты осы жанрларда суретшілер пайдаланып келеді. Бұл суреттерде нелер көрсетуге болады картинадағы? Бұл далалар мен табиғаттағы элементтер, алыстағы жеміссіз ақшыл көгілдір реңктер айналады көруге болады. Бұл атмосферадағы перспективаның әсері. Ол алдыңғы және артқы элементтерді түстердің қанық және ашық екендігі қамтылады. Ауа перспективасы бұл суретте кеңістіктің тереңдігін көрсету тәсілі. Ондағы алыстағы заттар мен о жерде көрінетін детальдарды контурларлар жұмсартылған. Түстердің өзгеріспен алыстағы заттардың ақшыл және салқын түстерді көк реңктерге ауыстырылады. Ал жақындағы заттар айқын қанық түс. Көлемдік әсер пайда болады. Заттар алыстаған сайын контраст төмендейді және бірте-бірте жоғалады. Және осы айтылған картиналарда ауа перспективасы мен сызықтық перспективаның суретшілер қалай қолданғаны туралы және де сол перспективалардағы түстерді қалай қолданғаны туралы айтылып өтіледі. Кулистік композиция. Бұл негізінен былай шынайы тұра қабатталған кеңістік деп айтуға болады. Кулистік композиция суретті кеңістікті қабаттау арқылы тереңдікті күшейтілген бейнелеу тәсілі. Бұл әдіс әсіресе пейзаж және натюрмортта кеңінен қолданылады. Кеңістікті қабаттау суретші әртүрлі элементтерді алдыңғы, ортаңғы және артқы жоспарларға бөліп орналастырады. Бұл тереңдік сезім береді. Ортаңғы жоспарлар негізгі мазмұн, композициялық байланысты қалыптастырады. Артқы жоспар алдыңғы элементтер жеңіл әрі түсті бозарған болып саналады. Тереңдік күшейеді. Қабаттау арқылы кеңістік көрінеді және шынайы әсер береді. Көрермен назарын суретшінің ортасына бағытталады. Міне өздеріңіз көріп отырғандай, кез келген картинаны алатын болсаңыздар, оның алдыңғы планы, ортаңғы планы және артқы деген планы болады. Міне осы кулистік композиция деп осы үш жоспарды айтып кетуімізге нақты болады. Көрермендік нәтиже мақсаты. Кеңістік шынайылығы, архитектураның айқындылығы және эмоциялық әсерін көрсету. Бұл негізі үш кезеңге нақты бөлуімізге болады.
кеңістіктің шынайылығы, архитектура айқындылығы, эмоциялық әсер. 17-ші және 18-ші ғасырдағы сәулеттік пейзаждарда перспектива заңдылықтары кеңістік шынайылығын көрсету үшін қолданылған. Сызықтық перспектива ғимараттар мен жолдарды нақты тереңдікпен көрсетуге мүмкіндік береді. Ауа перспективасы алыстағы объектілердің түсі мен айқындылығы арқылы кеңістік сезімін күшейтеді. Кулистік композиция алдыңғы, ортаңғы және артқы жоспар арқылы кеңістіктің қабатталуы және тереңдік әсерін береді. Саздылық перспектива текстура мен материалдық әсер. Беткі құрылым мен жарық арқылы натуралистік шынайылық тудырады. Осы әдістердің үйлесімі суретте көлем, тереңдік, архитектуралық айқындылық және эмоционалды әсер қосып, көркемдік нәтижені күшейтеді. Міне, құрметті білім алушылар, біз осымен 6-шы дәрісімізді аяқтадық. Тыңдағандарыңызға үлкен рахмет. Сау саламатта болыңыздар.